Родной, короче, үйлену керек болып жатыр ше. Екі вариант тұр, біреу байдың қызы да, үйі бар, коттеджі бар, жағдай жасап береді да ше. Бірақ бір минусы бар да, темекі тартады, кішкене ішеді бар. Ал екінші қыз бар, қарапайым да, бірақ семьясы барлығы қарапайым, бірақ намаз оқиды, жүрегінде иманы бар қыз да, родной. Сол не істесем болады, жігіттер? Өздерінің бір ақыл ойларыңды айтып берсін. Родной, иманды қыз дұрыс қой, намаз оқитын, жақсы әйел еркекті төрге сүйрейді, жаман әйел көрге сүйрейді дейді ғой. Жақсы оны дұрыс ертең бала шағыңда бәрі иманды болады ғой. Жақсы, родной, мен кеттім ғой. Родной, жауамсыз. Жақсысына үйленсек. Не дұрыс айтып еді досым. Онда мен де жылжиын, родной, а? Брат, жаңа коттеджі бар, машинасы бар, үйі бар дедің ғой. Сол қыздың нөмерін бере аласың ба? Ыңғайсыз ситуациялар. Банка беттен адам қалады ойласаңшы. О! Жынысым бар, родной. Шошып кеттім ме? Потом, родной, бір киноға барып қайтпадық па? Брат, ужасқа бармай-ақ қояйықшы. Бара берейік, брат, смело ғой. Саламатсыздар ма, не заказ бересіздер? Так, маған бір котлета бересіз, потом 5 швармак бересіз, 2 лагман, 1 плов, сосын 2 чай, 7 нан бере салыңызшы. Маған бір Цезарь салат бере саласыз ба? Тура мына күніне бере салыңызшы маған. Не аласың? Нан Аха. абайлап жүр өзің. Кіріп кеттерсің, телефонға кіріп кеттерсің. Мерзкий вайн. Ей! Мал емессің ғой. Эй! Эй! Такая ла. Ману, ішіне тағы не бар ек? Дүрсе, братан. Түсенсе, оқас жоқ. Тағы не бар оның ішінде? Оның ішінде тағы не бар ек? Мұғалімсің ғой. Мұғалім оны. Оқымайсыздар ма, кетпейсіздер ма, 9-дан кейін көздерді құртып е. Сенкі ертең бақытын аламай масқара қыласыздар ғой сендері. Орынбайып, сен әкең ексігені сені отсын қашын. Қолдарына әшін, боқта кемейді әшін. Мектепке келіп кет жүргенден басқа дым істеп атқан жоқсыңдар. Мана, настройксын істеп бересіздер бар мана, бір бәле кіріп кетіп атыр. Ойбай, балдар десе мына қиындап кетті қазір. Ағылшынды жақсы оқыңдар. Ертең ана университетте қазақша өтпейсіңдер, ағылшынша өтесіңдер. Мен былтыр бітіріп кеткен қызым бар еді ғой. Сол қазір езуді оқып отыр, мықты кәдімгі ағылшын. Бірақ мен қызым сияқты бола алмайсыңдар ғой сендер. Балдар, жақсылап тыңдаңдар. Мен де сендер сияқты жас болғам. Ішпеді емес, іштік. Шекпеді емес, шектік. Төбелестік. Ызаланып бір-екеу пышақтап қойғаным бар. Енді оның бәрі. Анау қансырап өліп жатыр, брат. Кеше біреу пышақтапсың. Сол алып кетті, салып кетті ғой, Жақсы балдар, болмайды олай. Ана қоян шұңқырға түспей өтіп кетеді ғой, короче. Неге? О шұңқыр осы уақытқа қоянға толған шығар деймін.
күлсең ақ күлмейсің, неғып күліп мына бір нәрсе білдірейін деп жатыр сондай сияқты енді не істейін деп жатсың? Еба, Асқар, кереміз әдемі отырықшы еді. Дым бұзбай ақ қойшы, Асқар, пожалуйста. Бля, Асқар, осыдан соны істесін. Керек емес мынау. Асқар қоя сал, Асқар. Емес деймін. Асқар деймін. Ішіне ит өлген бар, шиша. Қумандаршы, мекінің еш шықпайды, жынды ма мынау? Ішсе көтере алмайтын роднойлар. Жібери. Ол домофон. Бахан, шақыр онды. Бақа командировка кетті ғой. Жоқ ей, шақыр Бахан. Ұйықтайсың ба, братан? Жоқ ей. Папа бар, ақша бересіз ба бар жүзден? Жан. На. $100 беріп жатсың. Жесін ба, ленгіден алып же. Жаңа маған саспай тұрмақ қақшы берші. Әңгіме айтқым келіп тұрмай Аға, жоқ. Пап. Мен класстасың ғой, жындысыз ба? Келмесін жи. Мен жи. Пап, қыздар отыр, ят болады. Телефоның кән енді? Айдостың машинасында тұр, мен бәрін білем, іші асам да білем. Мен жындығым ақ өндірейін. Енді ішпеймін Райондағы братандар. Қақтан келатсың? Жастан көттің бөді. Қат жарысқан сияқтысың сен? Біреу болды ма залда сенен басқа? Бір медалін берсең сорып тұрақта. Бақ, Айдана дейтін қызбен сөйлесем ғой, короче. Қайдана, братан? Көшенің басында тұратын Айдана ше. 2004 жылғы ма? Братан, мен қызым еді ғой. В смысле мен қызым? Алло, Айдана, екеуміз жүре алмаймыз, ренжімеш, ә? Вообще звондамай маған. Брат, қалайсың? Қай жақтан келсің? Қай жақ бересің, братан? Ән сабағынан ғой, брат, ән сабағы. Бір ән айтып берші, бір дерзкий. Мен далада ән айтпаймын, брат. Далада ән айтпай? Жасыл жайлау, төкілім. Братан, әндіран емес қой, жүрегің ұстамасай. Маған бәбі, мына жерім ауырып тұрған шығар. Мұхит деген сен ба? Иә, братан. Не болды кеше телефон ар жағында демаламай жатсың ғой? Кеше реанимацияда болдым ғой, братан. Реанимацияда болдың ба? Братан, илейін деп жатырмын ғой. Дұрыс ей. Қалың малға 3 миллион сұрап жатыр қыз, брат. 3 миллион? 3 миллионға 30 аламын ғой мен, ішінде новый қатынмен, 2-3 баласымен. Азия ойнайтын адамдардың типтері. Тұзданмен түсіп қалғансың ғой. Анесе Асқарға салып беріп отырсың ба? Даканса салып бере аласың ба? Мен Даканса барам ғой қазір. Жеге аққол ойнаймын, ақшам бітті. 500-іңді теңеп, әрі 2000. Де, қалдым. Мал. Еба, аққолдан көтеріп алғансың ғой. Жеге бірден келісіп алайық, мен 23:00-де қайтамын, сосын Даканса ойнаңдар, ау мау деген болмай қойсын. Біздің үйде ойнап отырсыңдар ғой, каждый азиде 100 теңгеден алып отырамын. Дегін, карта ауыстырайық, болмайды. Еба, 3 простой картамен ұтып кеткенсің ғой. Брат, конға тіке тұршы. Брат, бір кон. Тікші. Брат. Әлем жайнайды, жанын жымайып бір күлсең. Я не тот, может ты не та или наоборот. Мә, мына қызбен танысып алсам. Мә, не деген әдемі жігіт, маған спортсмен жігіттер ұнайды. Спортсмен? Кәс. Жоқ, маған романтик жігіттер ұнайды. Жоқ, маған сырға тағып, шаштарын бояп жүретін корейский қыз сияқты жігіттер ұнайды.